Йо, достар, қалайсыңдар? В общем, қазір каждый қазышы өзі туралы бір фактын айтатын болады. Мен өзім бастайын, мен туралы бір факт. Менің екі қолым осы жазда сынған. Қалай десеңіздер, домофон ұрған ғой, короче. Барлықтарыңызға сәлем, мен туралы факт. Мен Q-pop группасының солисткасы болғанмын. Қандай группа екенін жазып кетіңіздер. Және де тағы бір факт айтатын болсам, мен тамақтардың тұзын мүлдем сезбеймін. Тамақ тұзды ма, әлде тұзсыз ба, оны мен білмеймін. Сәлем, өзім жайлы факт, пока жоқ. Всем привет, мен туралы бір факт, оны ешкім білмейді. Мен 18 жасыма дейін балалар үйімен жұмыс жасағанмын, толықтай. Және де тағы бір факт, осы Алматыға көшкеліме 3 жыл болды. 3 жылдың ішінде мені 2 рет авария болғаным. Машина қағып өткен біріншісінде, екіншісінде осындай. Ал қайырлы күн, қалайсыздар? Өзім жайлы факт болатын болса, кішкентай кезімде менің көзімнің түсі көк болған. Уақыт өте келе қоңырға өзгерді, және қосаяққа дейін салмағым 73, одан кейін 10 килограмм салмақ тастап. Сәлем, мұнда барлығы факт жайлы айтып жатыр екен ғой. Олай болса, мен өзім жайлы айта кетейін. Мен 10 айлықта туылған баламын. Бәрі 9 айда туылса, мен кішкене жатып алып, қырсықтанып 10 айда бірақ туылған. Ал келесі қатысушы не айтар екен? Енді мен өзім факт айтатын болсам, мен туылған кезде негізі бір апта бойы Райымбек деген атпен жүрген есіммен. Негізі екі апам таласып жүрген ғой, кім қоям деп. Ал Райымбек деп анам қойып тастаған. Сосын екі апам келісіп, бір келісім деп, бір апам Сұлтан қоям деген, онда мен алдына Ай деген жалғайын деп, сөйтіп Ай Сұлтан деп жасаған атын. Қазіргі атым Ай Сұлтан. Екінші факт, ол мен кішкентай кезімде мұрным сынған, қазірге көрініп тұрған шығар. Бірақ неден сынған білмейміз. Ешкім білмейді. Мен де білмеймін, үйдегілер де білмейді, әйтеуір бірдеңеден сынған. Үшінші факт, мен 9-дан кейін емес, 11-ден кейін емес, 10-шы класстан кейін кеткенмін. Мен жұлдыз жорамалым балық, жылым қоян. Балық болсам да суға түскеннен қорқам. Бассейнге барам, только суға түспей қорқам, батып кететін сияқты. Мен туралы бір факт. Мен кішкентай кезімде 5-те жатқан кезде аяғым былай тұрған екен да, бұл білмейді екен. Былай полностью жазса, ауырады, жылайтын болған екен. Бірақ уақыт өте келе ол дұрысталған, бірақ әліге дейін қазір кішкене дұрыс бүге алмаймын аяғымды, тіземді. Сосын екінші факт, мен мектепте өте бұзық болғам. Бұзық болғанда андай негізі обычно нашар оқитын балалар бұзық болады ғой, бәрін ұйымдастырып, мен андай болғам, керісінше жақсы оқысам да, давайте қазір бәріміз ручка аламыз да, бірден бәріміз жерге тастаймыз деймін да, партада отырған кезде. Апайлар, мұғалімдер жынды болып қалатын, ашуланып. Бірақ мен бастап деп ешкім ойламайтын. Наверное, содан кейін шығар 3 мектеп ауыстырған, бұзық болған үшін деп. Жоқ, ол көшетін жағдайларымызға байланысты ауыстырғам. Так, сол. И мен қант жемеймін деп айтқам. Бұрын да шестерге факты. Қантты бір случайда жейді екем, кофемен ше. Иногда. Сәлем, достар. Мен туралы қызықты факт. Мен тамақ рецепторларын қатты сезе бермеймін. Например, мен шоколад, не болмаса варенье мен огурец бар ғой, соленый, соны қосып жей беремін. И одан қалса мен пловпен қантты араластырып жеген жақсы көремін. Всем привет, мен туралы бір факт, короче. Мені 14 жасымда бір жігіт алып қашып кеткенге, короче, движение істеген, бірақ алып қашып кетпеген, короче. Потому что мен оның мұрнын жарған үшін. Тұрған кезде мен басыма, короче, сетіп жоқ, соны орайды, короче. И мен тұрамда мынандай мен, короче, ұрам ғой, сүйегі мұрнына теді, мұрнына қадайды, и мен жібере салып қашып кетемін. Сол жігітті әлі таппадым, тапсам. Сәлем баршаңызға. Мен өзім туралы бір факт айтатын болсам, мен негізі ваннаға жатуға өте қатты қорқам, себебі кішкентай кезімде мама отырғызып кеткен ғой, содан батып кеткен болатын. Ваннаның ішінде су бар, и судан, мұхит, теңіз, сондай қатты судан қорқам, және де ваннаға жатқан қатты қорқам негізі. Ал енді келесі кім айтар екен өзі туралы факт? Барлықтарыңызға сәлем, мен жайлы 3 факт. Бірінші факт, мен негізінде 7 айлық болып туылғам, яғни мерзімінен бұрын туылып қалғанмын. Және де екінші факт, мен мектепте 10-шы класстан кейін кетіп қалғанмын, бірақ мектеп кезінде негізі мүлдем оқымағанмын. Ал колледжге түскен кезде мен оны қызыл дипломмен бітіріп шыққанмын. Үшінші факт, бір рет Айбек екеуміз ойнап жүрген кезде Айбек доп теуіп, мен оны қолыммен ұстап қалған кезде менің қолым сынған. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Мен жайлы факт,
короче, мен мынандай кішкентай кезімде, мен 5 жасымда ма, 6 жасымда ма, короче, ағам кішкентай мынандай таяз суға мені сүңгітіп жіберген. Сол үшін баспен қадалып, су қан болып, содан мен осындай болып қалдым десең. Мен Қосылайықтан кеткеніме 3 ай болды, және соның 2 айында мен 10 килограмм қостым. Бұйырса енді 2 килограммдай қосу керек, сондай болды. Всем привет, ребята, қалайсыздар? Бүгін біз эфирге дайындалып, күшті мен әдемі киініп алдым да, әдемі боянып алдым да. Енді стористарымызды үзбей қараңыздар. Мен келдім деп қойсын ба. Сол біз сіздер жақсы көреміз. Бүгін эфирді міндетті түрде көріңіздер. Қайырлы күн, құрметті достар, қалайсыздар? Күндеріңізге сәттілік. Кеше эфирден кейін ауырып, ерте ұйықтап қалған болатынмын. Сосын біраздан хабарласып тастапты. Айып етпейсіздер, ауыр ұйықтап қалғаным бар. Сол ауырмаңыздар, шынымен де өз-өздеріңізді күтіп жүріңіздер. Күндеріңізге сәттілік. Осылай кіріп келейік. Ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай жалпы? Кеше бір қуанышқа келем деп едім. Бұйырса қазір жеңгеміздің шығарып алуына келдім, выпискасына. Кешеген ба дедім, дәл уақытында келген соң. Керуен алай бірер сәттеден соң осындай қуаныш. Қайырлы күн, ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін ауа райы керемет болып тұр, күшті болып тұр, прям. Күндеріңізге сәттілік, мен эфир жаққа қарай келе жатырмын. Ұйқым жота қанбаған сияқты ма, бірдеңе. Сол кеше түнімен кішкене PlayStation ойнайын деп балалармен осындай болып тұрған жайы бар. Солай.